Қалай ойлайсыз? Ауырған жақсы ма, әлде жаман ба? Мысалы, туберкулезбен. Сіз қазір ойлайтын шығарсыз, не деген ақымақтың сұрағы? Кім ауырғысы келеді? Әсіресе туберкулезбен деп. Бірақ 19 ғасырдың сұлулары сізбен келіспейді. Айтуға қорқынышты, бірақ туберкулез сәнді болды. Жақында ғана 19 ғасырдың ортасында көкірек ауруының сұлулығы деген ортақ термин пайда болды. Әйелдер тіпті көкірек ауруының стилінде бет әрлеген. Бозғылт тері, жарқыраған көз, жарқын шырай. Ондай суреттерді Ремарк пен Лермонтовтан көрген шығарсыздар. Әдетте көкірек ауруы бар науқастар сезімтал, романтикалық, нәзік болады деп сипатталған. Мұндай әсер неден болды? Кеттік, анықтап көрейік. Мөлдір қарлы ақ тері, бетінде жарқын шырай, өте жіңішке қолдар мен иықтар, бадырайған үлкен көз, үнемі ылғалды, сондықтан жылтыр боп көрінеді. Дені сау адамға қарағанда еріксіз жарқын. Және де өте созылыңқы, баяу қозғалады. Таныс болыңыз. Міне 19 ғасырдың аяғындағы сұлулық белгілері. Орта ғасырларда 12-13 жастағы қыздар әдейі туберкулез ауруына шалдығып, өздерінің тойында ең әдемі болуға ұмтылған. Бүгінде біз әрине ауырған жаман екенін білеміз, түсінеміз, және тек қана деннің саулығы емес, бастында сау болғаны өте маңызды екенін білеміз. Егер бұрын физикалық тұрғыдан күшті болу керек болса, себебі табыс көбінесе физикалық жұмыстармен, яғни зауыттар мен кен орындарда әкелінетін болған. Бүгінде біз басымызбен көбірек жұмыс істейміз, сол үшін миымызды ретке келтіру өте маңызды. Күйзеліс қазіргі заманның негізгі ауруларының бірі. Ал күйзелістің басты себебі ол жұмыс, ақша, біздің қарыздар. Мысалы, канадалықтардың 48% өздерінің қаржылық міндеттемелеріне байланысты мүлде ұйықтамайды. Демек, қарыз жақсы ма, әлде жаман ба? Мұнда классикалық қарыздың 3 құрамдас бөлігі бар. Қара, олар кредитор, борышкер және ақша. Кейде оларға кепіл деген жігіт те қосылады. Кредитор және борышкер деп аталатын кейіпкерлер бұдан 5000 жыл бұрын пайда болған. Ал көне замандағы кепіл өте қызық нәрсе. Кепілге түсініксіз нәрселер берілуі мүмкін болды. Мысалы, Квакиутл үндістері қарызға алған кезде өз есімін кепілге қойған. Борышкер қарыздан құтылмайынша ол аты жөнсіз қалған. Ал Вавилонда мерзім өткен қарызды қайтару мақсатында борышкердің әйелін алып кету мүмкін еді. Ақша сәл кейінірек келді. Оған дейін айырбас сауда болатын. Мысалы, біреуде картоп болса, ал оған етік керек болса, онда олар жай ғана айырбастай салады. Бірақ ақша келу үшін айырбас сауда адамдарды жалықтыру керек болды. Сөйтіп, ол жалықтырды. Қарапайым айырбас үшін адамдардың қажеттіліктері бір-бірімен сәйкес келу керек. Қазбектің картопы бар, бірақ ол аяқ киім алғысы келеді. Ал Алиде артық аяқ киім бар. Бұл өте қарапайым. Ал егер Қазбекте картоптың орнына отын болатын болса, және де ол Алиге керек емес болатын болса, олар не істейді? Бұл кезде олар басқа адамдарды тауып, көп жақта алмасу жасауға тура келеді. Ақша көп жақта айырбастауды әлдеқайда жеңілдетті. Енді бізде көптен күткен біз білетін ақша, несие беруші және борышкер бар. Кейінірек несие пайда болды. Несиенің тарихы мынандай. Енді бізде ақша бар. Біреуде олар көп, ал біреуде өте көп. Және олармен одан әрі бірдеңе жасау керек. Сондықтан ақшасы көп адамдар оны идеялары барларға береді деп шешті. Бірақ бұл жүйеде ақшаны кім бере алатыны және оны казинода кім жұмсайтынын түсінуге көмектесу үшін делдал қажет болды. Бізге кімнің несие бере алатын және кімге күмән келтіру керектігін анықтайтын біреу керек болды. Банктерде осылай пайда болды. Банктер ақшасы бар адамдардан ақшаны идеялары бар адамдарға ауыстыратындарға айналды. Бірақ банктер бәріне ойсыз ақша бермейді, олар рейтингтер қалыптастырады. Ақшаны уақытында қайтаратындардың рейтингісі жоғары. Бұл жерде несиелік рейтинг келеді. Енді сұраққа қайта оралайық. Қарыз жақсы ма, әлде жаман ба? Қарыз жақсы да жаман да емес. Кез келген қарыз ол жай ғана құрал, ал құралды жақсы жаман тұрғысынан бағалау кем дегенде дұрыс емес. От жақсы ма, әлде жаман ба деп сұрағандай. Мәселе осы құралмен біз не істеп жатқанымыз жайында көбірек қозғалады. От күлге дейін бүкіл орманды жағуы мүмкін, немесе оны тамақ дайындауға пайдалануға болады. Алғашқы адамдар арасында от жиі қолданыла бастады. Бұдан
400 мың жыл бұрын Европада Гейдельбергер халқы неандерталдықтардың ата бабалары. Сол кезден бастап өрттің жанында күйген сүйектер табыла бастады. Алғаш кезде ежелгілер тек қана алыстан бақылап жүрген, және от оларға көбінесе қауіп төндіретін бірдеңе сияқты көрінген. Біз қарызға алатын ақшамен де дәл солай. Егер де бұл құралды дұрыстап зерттеп қолданып үйреніп алсаң, онда несие саған кез келген затты кейінірек емес, бүгін алуға мүмкіндік береді. Жақсы қарыз бен жаман қарызға бөлінудің бәрі қарапайым математикаға байланысты. Жақсы қарыз біз ақшаны алып, оны бір жерге қолдандық. Бұл ақша бізге міндеттемелерімізге сәйкес келетін жаңа ақша әкелді. Мысалы, олар ақшаны 10%-ға алды, оны 20%-ға бір жерге салды. Міндеттемені жапты. Керемет. Ал жаман қарыз табыс біздің міндеттемемізді жаппаған кезде. Яғни, егер біз ақшаны 10%-ға алып, 5%-ға немесе мүлдем пайызсыз салсақ, бұл жаман қарыз. Егер математика сіз үшін қарапайым болса, онда Freedom банктен жеке кәсіпкерлер үшін цифрлық несиені пайдаланып, бизнесіңізді кеңейте бастай аласыз. Несиелер сіздің кәсіпкерлік саяхаттарыңызды арттырады. Мысалы, бизнесті кеңейту, кірісті арттыру. Айтпақшы, сізде бизнестен кіріс бар, және сізде несиені жабатын ақша бар. Тұрғын үй, жеке пәтер, бұл отбасындағы тыныштық. Және барлық отбасы мүшелері үшін жайлылық. IT-ға түсіп, бір жыл оқып, ақша табу бастау, қарыздар төлей бастау. Немесе медициналық оқуға түсіп, 3-ші курстан бастап, жедел жәрдемге жұмысқа тұрып, ақша тауып, несиені төлеу. Қарыз бұл келіспеушілік. Бәрі контекстке және жағдайға байланысты. Мысалы, сенде жалға беретін пәтер бар, бірақ 10 жылдан астам уақыт бойы жөндеу жұмыстары болған жоқ. Сен ойлайсың, неге жалдамалы пәтерде жөндеу жұмыстарын жүргізу керек? Ол үшін несие алу керек. Қазбек несиелер зұлымдық екенін айтты, алмаймын деп ойлайсың сен. Бірақ ойланайық. Егер сен пәтерде жөндеу жұмыстарын жасасаң, онда сен бұл пәтерді одан да көп жалға бере аласың. Содан кейін сен пассивті кірісті арттырасың. Басында бұл кіріс несиені өтеуге кетеді, бірақ содан кейін ай сайын сен бұрынғыдан да көп аласың. Мен ойымша ол супер күшке ұқсайды. Оны қалай дұрыс пайдалану керектігін үйреніп алсаңыз, онда ол сіздің пайдаңызға асады. 2 қарапайым ереже бар. Оларды ұстану, шуды үйрену және криптонитке айналмау сияқты болады. Сіздің несие төлемдеріңіз табысыңыздың 25-30%-нан аспау керек. Несиелер шығысыңыздың құрамдас бөлігі болып табылады. Яғни, асып кетуге болмайтын белгілі бір шектеу болуы тиіс. Болашаққа резервте кем дегенде 2 төлем жасаңыз да, 2 төлемді кейінге қалдырыңыз. Солай жан тыныштығын алдын ала сатып аласыз. Несиелер көп болып, егер сенің бюджетің оны игере алмаса, оны қайта алмауың керек. Егер сенің қарызың басыңнан асып жатса, жаңасын алмас бұрын әлі де ойланғаның жөн. Маған сеніңіз, егер қарыз сіздің пәтерлес көршіңіз болса, онда жаңа көршіңізбен у-шулы той өткізудің қажеті бар ма? Деген сұрақты өзіңізге қойыңыз. Бәлкім, пәтеріңізде әлі де бос орын қалдырып, жаңа шулы көршіңіздің кесірінен бюджетіңіздің есінен танып қалуына жол бермеу керек. Ал оны басқа біреу паналай салсын. Ақша проблемалары психологиялық дистресс туғызатыны ешқандай да құпия емес. Бірақ егер де сен несиені дұрыстап әрі саналы пайдаланып үйреніп алсаң, онда саған 19 ғасырдың сұлулары сияқты уайымға салынып, сәтті үйленіп кету үшін 2 рет беліңді байлап, 5 рет есіңнен танып, бүкіл кештің қызығынан қалып қалуға тура келмес еді. Ал сіздермен болған Мұхаммедқалиев Дулат «Не дейді» бағдарламасы Арчақ телеарнасы. Көріскенше сау. Қарыз жақсы да жаман да емес. Супер қаһармандық комикс кітабындағы жақсы немесе жаман батырлар сияқты емес. Қарыз өз өміріңнің суретін салуға болатын пазлдың тағы бір бөлшегі ғана. Өмір суретіне пазлдың осы бөлігін дұрыс кірістірсеңіз, нәтижесінде әдемі болады. Сонымен, бұл құралмен қолдануды үйренгеннен кейін қаржылық күйзелістер жайындағы меланхолиялық рухқа жыламай, өмір деп аталатын кеште билейсің.